Сәлем достар, бүгін біз сіздермен молочная девочка тортын жасаймыз. Бұл үшін біз 2 жұмыртқаға сгущенканы қосып араластырып аламыз. Онымен разрыхлителді қосып массамызды араластырамыз. Бізде консистенциясы осындай масса шығу керек. Пергамент қағазына жағып, духовкаға пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін біз творожный сырға қантты қосып, миксерлеп, біріккен кезде оған сливкиді қосып, 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Кремі дайын болғаннан кейін тортымызды осындай қалыпқа салып, кремдерді жағып, әрбір бөлігіне үзулеп аламыз. Тоңазытқышқа 1 сағатқа салып, одан кейін әсемдесек болады. Бізде осындай торт шықты. Әсемдегеннен кейін шоколады қатқанша тоңазытқышқа салып алсақ болады. Дәмі ерекше және де жұп-жұмсақ болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Еркежан. Назарларыңызға рахмет.